Жашлыкты бір қанатқа теңейтуін болсақ, оның көклерге паруаз ету үшін минет самалы һәм әлбетте ватанға мұхаббат керек. 30 үйін бұл апуайы байрам емес, сенім күні. Яғни мемлекет біз жастардың құдіретіне сенеді. Халқымыз біздердің идеяларымызға сүйенеді. Солай екен, келешек біздердің көзімізде жанып тұру керек екен. Құрметті теңлеслерім, күйін, жаратын, ұмтылың. Біз әлбетте өзіміздің абыройымызды емес, еліміздің абыройын бәлендерге көтеруіміз керек. Жастық бір мәрте беріледі екен, оны сондай сәулелендіріп жасауымыз керек. Тарих жастықта жаратылсын. Бүгінгі ажайып аям менен, яғни жастар күні мөнәсәбетіменен филиалымыздағы жас қанегерлерді, қызметкерлерді, профессор оқытушыларды, сондай-ақ әлбетте білімге құштар, энергияға толы жастарды шын кеуілімнен қызғын түрде құттықтаймын, һәм оларға қалбімдегі ең игіліклі, ұнамлы тілектерімді жолдап қаламын. Сондай-ақ жақында ғана сол еліміздегі белсенді жастардың бірі сыпатында Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің президиумының қарары менен үміт ұшқыны көкірек белгісімен сыйлықтандым. Кәсіптік байрам қабатында бұл маған інәм етілген ажайып сол имканият болды. Сондай-ақ қала берді және бір біткеруші курс 2 студентіміз де осы көкірек белгісімен сыйлықтанды. Демек, мемлекет біздердің істеп отырғанымызды көріп жатыр. Біздерге сеніп жатыр. Көкірегімізге осындай белгілерді тағып жатыр. Маған берілген бұл сыйлық апуай сыйлық емес, бұл жүрегімдегі жауапкершілік, жанып тұрған жауапкершілік шамшырағы деп білемен, һәм осы орында әлбетте мемлекетімізге терең миннетдаршылық білдіремін. Демек, және бір мәрте бүгінгі байрам менен барша жастарды қызғын құттықтаймын. Әсіресе Қаракеңші онлайн командасының белсенді, креатив, ажайып сол заманауи жастарында қызғын түрде құттықтап өтемін. Біз сол команданың жастарымен біргелікте алдағы уақытта креатив роликлерді даярлап, жаңа форматта сіздерге ажайып идеяларды ұсынып баруға әрекет етеміз. Бізді бақылап барың. Байрам кейпияты қарбіріңіздің шаңырағыңызда кезіп жүрді деп ойлаймын. Байрамда ажайып кейпиятты белгілен. Баршаңызды байрам менен құттықтап қаламын.